Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен әдеттегідей мен Есімбекова Майра, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай мантының нағыз қамырын дайындайтын боламыз. Қамыры жұп-жұқа қағаздай, бірақ ешқандай піскенде жарылмайды, тесілмейді. Міне осындай керемет қамырдың жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен біз салқын суымызға бір ас қасық тұзымызды салып ерітіп аламыз. Електен ұнымызды елеп, үлкен ыдысымызға салып, үстіне суымызды жаңағы дайындап қойған тұзды суымыздың жартысын ғана, достар, жартысын бәрін құймаңыздар, жартысын құйып, үстіне бір ас қасықты толтырмай сұйық май және бір жұмыртқамызды салып, қамыр илей бастаймыз. Қамырымыздың жаңағы ішіне құйған суымыз аздау болады, бірақ су құюды асықпаңыздар. Шетінен аз-аздан тамшылатып құйып отырып, жаңағы суды бітіретін боласыздар соңына дейін. Себебі қазір судың бәрін құйып сразу қамыр илейтін болсаңыздар, жаңағындай қамыр шықпайтын болады. Сол үшін ең алдымен міне көрініп тұр, қамырды екі қолдарыңызбен жақсылап илеп, міне қамырды жырта отыра осылай қамыр илейміз. Кішкене күш керек болады, уақыт керек болады. Міне қолымды да көріп тұрсыздар, қызарып тұр. Бірақ соңында керемет манты жейсіздер. Оған мен гарантия беремін сіздерге. Міне қамырымыз осындай қатты қамыр болып дайын болды. Міне күштеріңізді аямаңыздар. Қазір осыны таза пакетімізге салып 15 минутқа тындырып қоямыз. Бұл мен мантыға жасап атқаннан кейін мен мантының начинкасын бөлек видеоға түсіремін. Бұл тек қана қамыр жасау тәсілімді көрсетіп жатырмын. Келесі видеода мен сіздерге осы мантының рецептін де салатын боламын. Міне жаңа қамырымызды екіге бөліп алдық. Осыны жақсылап тындырып, ортасында 2-3 рет қамырды илеп қойып тындырып қоямыз. 3 рет, оны ұмытпаңыздар. Міне жұмсақ қамыр болды. Ешқандай жаңа ортасында комок, жаңа ұн деген нәрсе жоқ. Ұнды да сеуіп жатқан жоқпын, байқап тұрсыздар. Қамырдың екі шетінен басып отырып жаясыздар. Ортасына аз-аз ұн саласыздар. Мен ұнды көп қолданғанда жоқпын, себебі ол қамыр тура жаңағы силиконовый сияқты қамыр болды. Ешқандай жабыспайды, қорықпаңыздар, уайымдамаңыздар. Осылай екі жағынан басып отырып жаясыздар. Міне қағаздай болып дайын болды. Енді осыны қараңыздаршы, астында узордың бәрі көрініп тұр. Мен сіздерге міне алыстан көрсетейін. Осындай үлкен қамыр болды. Жұмсақ дегенде кәдімгі былжырап тұрған қамыр емес, ал қолға приятно дейді ғой, мынандай әдемі бархатисты қамыр болды. Осыны міне видеода көрсетілгендей осылай гармошка жасап турап шығамыз, кесіп шығамыз. Кескеннен кейін жаңағы 4 бұрышты мантыға дайындаймыз. Мен бұл видеоны тек қамырға ғана видеоны монтаждадым. Ендігі видеода мен сіздерге мантыны жасау үлгісін көрсететін болам. Ішіндегі соғы ағып тұр үшін не істеу керек, соның бәрін көрсететін болам. Не қосу керек. Міне қамырым осындай болды, әдемі, қолға жабыспайтын нағыз қамыр мантыға. Міне осылай кесіп шығамыз. Достар, сіздер қарап отырып айтатын шығарсыздар, ой, мен жай бүйтіп илей салып осындай болады деп, бірақ бұның үлгісі, теориясы, несі басқаша. Міне ешқандай ұн да төгіліп атқан жоқ жерге. Тура осы немен рецептпен жасаңыздар. Міне әдемі болып шықты. Кішкене күштеріңіз енді кететін болады. Кішкене қаттырақ қамыр болғандықтан шаршап қалуыңызды мүмкін, бірақ ортасында
демалып, сол тындырған кезде 2-3 рет қайтара илеп отырып тындырып қойыңыз. Ол қамыр тұрған сайын жұмсарады. Міне, әдемі қолға жағымды көрсетіп жатырмын сіздерге. Енді мантының теу әдісін көрсетіп өтейін сіздерге. Бірақ бұл видеоның соңы жаңағы қамырды жасау тәсілімен аяқталады. Ендігі видеода мантының начинкасын көрсететін боламын. Міне осылай түйіп дайындаймыз. Міне қамырды сіздерге көрсетейін. Осындай болып піседі. Ешқандай жыртылмаған, әдемі ас болсын. Сау болыңыз.